Сәлеметсіздер ма, құрметті әріптестер. Мектептің әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары Аберова Жаннадан қашықтан оқыту, жаңаша іс тәжірибе челленджін қабылдап, бүгін сіздерге Quizy бағдарламасы туралы айтып өткім келіп тұр. Қашықтан оқыту кезінде өзім қолданып жүрген білім алушылардан лезде білімін тексеруге мүмкіндік беретін, білім алушы да, оқытушы да онлайн түрде алынатын, тест алуға мүмкіндік беретін бағдарлама. Мен алдымен Google-дан Quizy деп ағылшын тілінде жазып, ең бірінші сілтемеге өтеміз. Сілтемеге өткеннен кейін мынандай парақша шығады. Сіздерде осы жердегі Get Started батырмасын басасыздар. Сіздерге келесі бет ашылады. Бұл жерге сіздерге Google аккаунттарыңызбен немесе электронды пошталарыңызбен тіркелуге ұсыныс жасайды. Таңдау бойынша өздеріңіз тіркелесіздер. Егер Google аккаунт деп бассаңыздар, сол Google-ға тіркелген аккаунт бірден шығады. Осы батырманы басып, бірден ары қарай кіруге болады. Енді Quizy бағдарламасын сіз қайда қолданасыз? Әрине мектепте деген батырманы басуымыз керек. Сондай-ақ мұғалім ретінде батырманы басуды ұмытпаймыз. Мұғалім ретінде батырмасын басқаннан кейін сізге өзіңіздің парақшаңыз, өзіңіздің аты жөніңіз шығып тұрады. Осы парақшада біз тест дайындаймыз. Ары қарайғы жұмысты мен өзімнің парақшама өтіп сіздерге көрсетейін. Мынау менің жұмыс үстелім, Quizy-дің жеке парақшам, өзімнің аты жөнім жазылып тұрған. Бұл жерде енді сіздерге тест құраудың нұсқасын үйретемін. Создайте батырмасын басып, викторинаны басамыз. Викторинаны басқаннан кейін сізге тесттің атауын жазуды ұсынады. Мысалы, мен 5-ші кластарға тас дәуірі бойынша тест алайын деп жоспарладым. Ол әрине тарихқа байланысты. Келесі батырмасын басамыз. Сіздерге тестті белгілеудің әртүрлі түрлерін ұсынады. Кез келген біреуін таңдап, тест жазатын парақшаға өтеміз. Бұл жерге сіз тест жазасыз. Мысалы, тас дәуірінің алғашқы кезеңі. Бірнеше жауап ұсынады. Мысалы, палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Тестті 4 жауапты қылсаңыз осымен қалдыруға болады. Тағы да жауап қосқыңыз келсе, дәл деп вариант деп жазып, болады деп қойсаңыз болады. Енді маңызды жайт, бұл жерде дұрыс жауапты белгілеп кетесіз. Дұрыс жауап оқушыға көрінбейді, тек сізге ғана көрінеді. Бірақ оқушы тест тапсырмасын орындағаннан кейін дұрыс немесе бұрыс берілген бірден кері байланыс алып отырады. Тас дәуірінің алғашқы кезеңі палеолит. Біз тестті белгілеп кеттік. Келесі батырмасына басамыз. Дәл солай келесі сұрақты құрастыру мүмкіндігіміз бар. Мысалы, ары қарай сол сұрақтарыңызды көшіріп те жазсаңыздар болады. Жаңағы сұрақтарыңызды толық орындап болғаннан кейін сіздерде мынандай, мен үлгі ретінде сіздерге жасағамын, сол жағында мына парақша ашылады. Осы сол жақтағы парақшаның мәліметтерін толтырып өтесіздер, сделанный батырмасын басасыздар. Сделанный батырмасын басқаннан кейін оқушыға беру үшін начать живую викторину деген батырманы бастаймыз. Мына сілтеме ашылады. Осы сілтемені көшіріп оқушыға WhatsApp арқылы жіберсеңіздер, оқушының тобына оқушылар бірден сол жерге
сілтемеме кіріп, кодты жазып, ойынды бастап кетуіне мүмкіндік бар. Енді бұл тест, бұл бағдарламаның бір ерекшелігі, сіздер жаңағы әртүрлі сыныптарға арнап, мысалы менің 10-шы сыныптарға қосымша, 5-ші, 6-шы сыныптарға арналған жаңағы библиотекамда тесттер бар. Бұл тесттің сіздерге отчетін бере аладым. Әр тесттен әрбір оқушы қанша пайыз алды, ол қай сұрақтардан қиналды, немесе қай сұрақтарды тез орындады, әрбір сұраққа жұмсаған уақыты деген сайын. Мысалы, біз кез келген бір тестке кірейік. Қазақтардың ру тайпалық құрылымының тарихы 10-шы сынып жаңағы орындаған тест. Оқушының аты жөні тұр, 100% орындаған. Екінші оқушы да дәл солай 100% орындаған. Үшінші оқушы бір сұрақта қате кеткен. Енді ол қай сұрақ екенін оны да байқауға болады. Міне, ол оқушыға кірсеңіздер, міне соңғы 13 сұрақта қате кеткенін қарауға болады. Дәл солай енді келесі оқушы, міне Гүлрана да келесі оқушы тағы да бір сұрақтан қате кеткен екен. Қай сұрақ екенін байқауға болады. Міне 7-ші сұрақтан қате кеткен. Міне әрбір оқушының, мысалы көбірек қате жіберген оқушылар болса, 3 қате жіберген оқушы бар екен. Қай сұрақтан қателесті? 7-ші, 8-ші және 10-ші сұрақтардан. Міне оқушыға қатемен жұмыс жасауға және өз білімін лезде бағалауға мүмкіндік беретін бағдарлама қолданып көрсеңіздер болады. 10-шы сыныптар қолданып жүр менің тәжірибемде, және 5-ші сыныптарда жақсы қолданады. Олар да тест тапсырмасын орындайды осы онлайн түрде. Мысалы, сіздерге мысалы ретінде көрсетіп кетсем, 5-ші класстардың орындаған тестін. Міне, алғашқы адамдардың өмірі бойынша орындалған бөлім бойынша 18 сұрақтан тұратын тест тапсырмасы алынды, 2 қате жіберілген. Міне, дәл солай келесі оқушы мысалы көбірек қате жіберді. Қай жерден оқушыларға көбірек қайталау жұмысын жүргізу керек. Әр оқушымен жеке кері байланыс беру мүмкіндігіне ие бағдарлама. Тыңдағандарыңызға рахмет, қолданып көріңіздер. Сұрақтарыңыз болса, тағы да қоюға болады. Қашықтан оқыту, жаңаша іс тәжірибе челленджін келесі әріптестеріме жолдаймын.